Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 8 Конгресс кітапханасы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқыңдар, алдыңғы тақырыптағы мәтінмен салыстырып мазмұндық және тілдік ерекшеліктерін анықтаңдар. Конгресс кітапханасы. ақш президенті Джон Адамс мемлекеттің астанасын Филадельфиядан Вашингтонға ауыстыру туралы заңға қол қойған кезде, яғни 1800 жылы 24 сәуірде осы ірі кітапхана құрылды. Осы заңда Конгреске қажетті кітаптар сатып алу үшін $5000 бөлінді деп жазылған. Заңда кітапхананы тек басқарушы органдар пайдалануға құқылы екендігі айтылған. Сондықтан кітапхана Конгресс кітапханасы деп аталған. Бастапқыда кітап қорында 740 кітап болса, 1801 жылы Томас Джефферсон президент болып сайланған соң кітапхана қоры көбейеді. 1850 жылдары Конгресс кітапханасына министрлерге, кейбір ведомстволардың жетекшілеріне, жоғарғы соттың мүшелеріне, саяси партиялардың қадірменді азаматтарына, танымал ғалымдар мен ақш-тың жазушыларына, танымал журналистеріне кіруге рұқсат берілді. 1870 жылғы Конгресс кітапханасының жетекшісі Эйнсуорт Рэнд Спофордтың белсенділігімен мемлекеттік деңгейде заң қабылданды. Бұл заң бойынша ақш-тың аумағында ашық баспада жарияланған кітаптың бір данасы міндетті түрде Конгресс кітапханасына берілуі тиіс. Сонымен қатар кітапхана қорына қаржылай көмектесуге және кітаптарды, мерзімді басылымдарды беруге жеке тұлғалар мен қоғам бірлестіктерін тартуға ынталандыру іс-шаралары қарастырылды. 1930 жылы кітапхана ұлттық статусқа ие болды. Бұл статус ақш-тың бюджетінен бірінші кезекте кітап қорын жинақтауына мүмкіндік берді. Қазір Конгресс кітапханасының 1460 орынды 18 оқу залы бар. Кітапханаға туристер келіп, саяхат жасайтын орынға айналды. Кітап патшалығы журналынан. Сұрақтарға жауап берейік. Кітапхана неге Конгресс кітапханасы атанған? ақш президенттерінің кітапханаға ерекше қамқорлық танытуы неліктен деп ойлайсыңдар? Заңда кітапхананы тек басқарушы органдар пайдалануға құқылы болғандықтан Конгресс кітапханасы деп аталған. ақш президентінің кітапханаға ерекше қамқорлық танытуының себебі кітаптағы әрбір мәлімет қымбат қазына екенін түсініп бағалауынан шығар. Бірінші тапсырма. Қазіргі таңда әлемдік үштікке кіретін ірі кітапханалар туралы ізденіп мәлімет жинаңдар. Бір кітапхананың тарихын қысқаша баяндаңдар. Әлемде ең танымал, ең үлкен кітапханалар қатарына Конгресс кітапханасы, Британдық кітапханасы, Александрия кітапханалары жатады. Британдық кітапхана Ұлыбританияның ұлттық кітапханасы болып табылады. Кітапхана Лондонда орналасқан және әлемнің ең үлкен кітапханалары қатарында. Онда әлемнің ең танымал тілдеріндегі 150 миллионнан астам құнды ақпарат, газеттер, видеоақпараттар, әуенді жазбалар, карталар, суреттер жинақталған. Оған қоса сирек кездесетін 25 миллионға жуық қолжазба мен кітаптардың жинақтары бар. Британ кітапханасы Ұлыбританияның 1970 жылдың маусымында құрылған ұлттық кітапхана. Үшінші тапсырма. Үстеулерді қатыстырып, берілген деректерді қайта жазыңдар. Конгресс кітапханасындағы кітап сақталған сөрелердің ұзындығы 850 шақырым. Кітапханадағы жалпы ресурс қоры 130 миллионнан астам. Конгресс кітапханасындағы басылымдар 470-тей өлі және тірі тілдерде берілген. Кітапханадағы құндылықтардың қолжазба қоры 58 миллион. Карталар мен атластар коллекциясы 4,8 миллион. Бір қатар оқырмандар диванда жатып, келесі тобы көгалда отырып кітап оқиды. Оларды оятуға не ескерту жасауға болмайды. Өйткені кітапхана оқырманға қашанда қолай жағдай жасауды міндет еткен. Кітап патшалығы журналынан. Үшінші тапсырма жауабы. Конгресс кітапханасындағы кітап сөрелері өте ұзын, 850 шақырым. Кітапхана 130 миллионнан астам орасан зор ресурс қорына ие. Конгресс кітапханасындағы басылымдар қазіргі таңда 470-тей өлі және тірі тілдерде берілген. Кітапхана құндылықтарының қолжазба қоры көптігі сонша 58 миллионға жетеді. Карталар мен атластар коллекциясы анағұрлым көп. Бір қатар оқырмандар диванда жатып, келесі тобы емін-еркін көгалда отырып кітап оқиды. Оларды оятуға, ескерту жасауға мүлдем болмайды. Өйткені кітапхана оқырманға қашанда
өте қолайлы жағдай жасауды міндет еткен. Мұндағы үстеулер асты сызылып көрсетіліп тұр. Артық болмас білгеннің Конгресте Наурыз мерекесі. 2010 жылғы 17 наурызда ақш-тағы Конгресс кітапханасында түркі халықтарының төл мерекесі Наурыз мейрамына арналған дипломатиялық қабылдау рәсімі өтті. Салтанатты шараны ұйымдастыруға ұлыстың ұлы күнін атап өтетін елдердің Вашингтондағы елшіліктері атсалысты. Осы шарада қазақтың ұлттық салт-дәстүрлері жайлы материалдар қойылған стенд меймандар назарына ілікті. Мерекелік кеште еліміздің ақш-та білім алып жатқан бірқатар жастары өнер көрсетті. Төртінші тапсырма. Емле ережелеріне сүйеніп, мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді түзетіп редакциялаңдар. Кітап маған тақтан да қымбат, деген Шекспир. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол, дейді Баус. Кітап сенің асып таспайтын асыл досың. Кітаппен дос болған адам ой өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан-жақты болып тәрбиеленеді. Кітап әлемдегі құпиясы мол ұлы ғажайыптардың бірі, дейді Максим Горький. Кітаппен дос болған адам ғана оның құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады. Бесінші тапсырма. Тақырып бойынша жуан және жіңішке сұрақтар әдісімен сұрақтар жазыңдар. Жуан сұрақтар. Конгресс кітапханасының маңыздылығы неде? Конгресске қажетті кітаптар сатып алу үшін неліктен мол қаражат жұмсалды? Неліктен кітапханаға тек басқарушы орган қызметкерлеріне ғана кіруге рұқсат берілді деп ойлайсыңдар? Жіңішке сұрақтар. ақш президенті Джон Адамс қандай заңға қол қойды? Конгресс кітапханасы қашан құрылды? Конгресс кітапханасы ұлттық статусқа қашан ие болды? Тағы басқа.